Оқушылар, жақсы отыра қояйық. Ал енді бүгінгі сабаққа бәріңізге сәттілік тілеймін. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Сабақ бастауға дайынсыз ба? Жақсы, олай болса, сабағымызды бастаймыз. Сабақ бастамастан бұрын, бізде бүгін жаңа тақырып, сабақ бастамастан бұрын өткен тақырыптар бойынша кішкене қайталау есімізге түсіріп алайық. Біздің қарауымыз, яғни туындының қолданылуы, яғни үй тапсырмасы бойынша мынандай сәйкестендіру кестесін орындап алайық, балалар. Яғни функцияны зерттеп, оның графигін салу алгоритмін ретімен орналастырып көрейік. Қай топ тапсырманы қарап алайық. Қай топ дайын екен? Яғни функцияны зерттеп, графигін салу алгоритмін ретімен орналастырамыз. Қай топ дайын? Орныңыздан тұрып, дайын болсақ, балаларына Жансаяның тобы дайын екен. Жансая, өзің айтасыз ба? Бірінші функцияның анықталуын біз табамыз. Дұрыс. Екінші функцияның жоқ немесе тақтылығын табамыз. Дұрыс. Үшіншісі периодтылығын анықтаймыз. Функцияның периодтылығын анықтаймыз. Дұрыс. Төртіншісі нөлдермен және таңбалы тақтылық аралықтарын табамыз. Дұрыс. Бесіншісі үзілісті нүктелерін және осы нүктелер аймағына функцияның графигінің қалай орналасқанын табамыз. Келесі. Алтыншысы функцияның асимптомаларын табамыз. Жетіншісі функцияның өсу және де кем аралықтары экстремумдарын табамыз. Сегізіншісі дөңестігін зерттейміз. Сегізіншісі, тоғызыншысы кесте құрамыз. Және де оныншысы график саламыз. Зерттеу бойынша функцияның, яғни графигін саламыз екен. Келісеміз бе, балалар? Жауап берді ме? Жарайсың. Олай болатын болса, балалар есімізге түсірдік. Ары қарай сабағымызды бастаймыз. Бізде бүгін жаңа тақырып. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, жаңа тақырып жаза қояйық. Сабағымыздың тақырыбы функцияның кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндері. Сабақтың мақсаты, бүгінгі сабағымыздың мақсаты функцияның кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табу, функцияның ең үлкен, ең кіші мәндерін табуға байланысты қолданбалы есептерді шығару. Яғни бұл біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Олай болатын болса, балалар, сабағымызды бастаймыз. Анықтама кез келген x тиісті x жиынына x тең емес x нөлевойға болғанда f от x функциясы кем немесе тең f от x нөлевой функциясына теңсіздігі орындалса, онда f от x нөлевой мәнін x аралығындағы f от x функциясының ең үлкен мәні деп атайды. Балалар, керек жерін дәптерімізге түртіп жазып отырамыз. Анықтама кез келген x тиісті x жиынына x тең емес x нөлевойға болғанда f от x функциясы артық немесе тең f от x нөлевойдан теңсіздігі орындалса, онда f от x нөл мәнін x аралығындағы f от x функциясының ең кіші мән деп атайды. Бұл анықтама. Яғни, ең үлкен және ең кіші мән қандай да бір x аралығында немесе функцияның анықталу облысында немесе анықталу облысының қандай да бір бөлігінде ізделінеді екен.
функцияның яғни сондағы ең үлкен ең кіші мәні қандай да бір x аралығында немесе функцияның анықталу облысында немесе анықталу облысының қандай да бір бөлігінде ізденеді. Яғни x интервалы а кесіндісі, яғни мынандай а яғни жаңағы берілген аралықтардағы немесе минус шексіздіктен аға дейінгі адан плюс шексіздікке дейінгі, яғни минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі аралықта болуы мүмкін. Яғни x интервалында берілген а кесіндісіндегі мына аралықтарда болуы мүмкін. Y тең болады f(x) функциясы а кесіндісінде өзінің ең үлкен немесе ең кіші мәнін сындық нүктелерге немесе а кесіндісінің ұштарында қабылдайды. Енді яғни осы айтылған функцияның үзіліссіздігі туралы балалар Вейерштрасс теоремасы бар. Вейерштрасс Карл Теодор Вильгельм, яғни неміс математигі. Теорема егер y тең f(x) функциясы тұйықталған а кесіндісінің аралығында үзіліссіз болса, онда осы аралықтағы мәндердің арасында функцияның ең үлкен яғни немесе ең кіші мәндері болады. Яғни бұл Вейерштрасс теоремасы. Бұл теореманың дәлелдеуін сіздер жоғарғы математика курстарында алдағы уақыттарда дәлелдеуін қарастырасыздар. Яғни функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табу алгоритмін мына алгоритм бойынша, яғни есептер шығару бағысын қолданбалы есептерді шығаруда осы алгоритмді пайдаланамыз балалар. Бірінші, функцияның туындысын және сындық нүктелерін табу. Екінші, табылған сындық нүктелер арасындағы а кесіндісіне тиісті нүктелерді аламыз. Үшінші, кесіндінің ұштарындағы функцияның мәндерін, яғни f(a) және f(b) табамыз. А кесіндісіне тиісті туындысы нөлге тең болатын нүктелерде функцияның мәндерін табамыз. Туындысы болмайтын, бірақ А кесіндісіне тиісті нүктелерде функцияның мәндерін табамыз. Табылған мәндердің арасынан ең кіші және ең үлкен мәндерді анықтап аламыз. Жақсы, енді осы алгоритм бойынша балалар мысалдар қарастырайық. Бізге мынандай мысал берілсін. f(x) тең 2x-тің 3 дәрежесі минус x-тің квадраты функциясының минус 1 менен 1 кесіндісіндегі ең үлкен және ең кіші мәндерін табайық. Шешуін қарастырайық. Жаңағы біз алгоритмді бөліп жазып алдық қой балалар. Енді осы шешуін қарастырайық. Ең бірінші жаңағы алгоритм бойынша функцияның туындысын табамыз. Яғни ол функцияның туындысы функцияның туындысын табамыз. Туындысы 6x-тің квадраты минус 2x-қа тең екен. Екінші, теңдеуді шешеміз. Яғни нөлге теңестіріп теңдеуді шешеміз. Сол кезде бізде x-тің бірінші маны нөлге тең болды, x-тің екінші маны нешеге тең болып тұр балалар? 3-тен 1-ге. Ары қарай, яғни сындық нүктелердің берілген кесіндіге тиісті болатынын анықтаймыз. Бізге функцияда берілген кесінші қай аралықта еді балалар? Минус 1 менен 1-дің аралығы болатын. Яғни тиістілігін, яғни x-тің бірінші маны 0, мына аралыққа тиісті бола ма балалар? Тиісті. Екінші маны 3-тен 1, берілген аралыққа тиісті ма? Тиісті. Енді функцияның, яғни нүктелердегі мәндерін есептейміз. Яғни бұл бастапқы берілген неге қоямыз? Функцияны мәндерін қоямыз. Яғни бірінші 0-ді қойған кезде 0-ге тең болды. Минус, яғни ары қарай 3-тен 1-ді қойған кезде минус 27-ден 1-ге тең болды. Минус 1-ді қойған кезде, яғни минус 3-ге тең болды. 1-ді қойған кезде 1-ге тең болды. Енді ары қарай сонымен функцияның жауабы, яғни ең үлкен, ең кіші мәнін осы берілген шыққан жаңағы мәндерден анықтаймыз. Функцияның ең үлкен мәні 1-ге тең екен, ең кіші мәні нешеге тең болды балалар? 3-ге тең болды. Олай болатын болса, онда мынандай бізде топтық жұмысымыз бар.
Birinci топтың тапсырмасын жазып орындай қояйық. Екінші топтың, үшінші топтың тапсырмасы балалар мына жерде осы тапсырмаларға арналған дескрипторды қарап алып, сол тапсырмамызды орындай қояйық. Қай топ дайын екен балалар? Топ басшылары өздеріңіздің бірінші топ болды. Жауабын айта қояйық. Ең кіші мәні -1, ең үлкен мәні -13. Ең кіші мәні -1, үлкен мәні 13 дейді. Так, бәрімізде солай болды ма? Бір топ. Жақсы. Так, бірінші топ тапсырмасын аяқтады. Екінші топ. Ең үлкен мәні 12, ең кіші мәні 1. Дұрыс. Үшінші топ. Ең кіші мәні -1, 25, ең үлкен мәні 6. Дұрыс. Жақсы. Топтар өз тапсырмаларын аяқтады. Бұлар болатын болса балалар. Әрі қарай бізде оқулықпен жұмыс жасай қояйық. 122-ші беттегі 51-де бірінші есепті. Бірінші топтан. Нұрдәулет келе қой. Екінші топтан. Тілекші келе қой. Үшінші топтан. Аяғы келе қой. Аяғы орныңыздан орындайсыз ба? Орныңыздан орындай қойыңыз. 51-де 2-нің. 51-де 2-нің бірінші орындай. Шекші 51-де 1-нің екіншісі ғой. Алгоритм бойынша. Туындысын табамыз, солай ма? Айтып отырамыз да, шығару жолын. F'(x). Ал, Нұрдәулет аяқтады тапсырмасын. Сонымен берілген функцияның ең үлкен мәні 14 кеткен болады. Ең кіші мәні -14. Так, келісеміз бе балалар, осылай шықты ма? Отыра ғой. Жарайсыз, Нұрдәулет. Ең үлкен мәні 1,2, ең кіші мәні -1,2. Жақсы отыра ғой, текші. Дұрыс па екен балалар? Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылай қояйық. Топтар бойынша бірінші топ Жансая тобындағы берілген тапсырмаларды орындаған оқушыларыңды бағалай қойып. Айдағы 8, Нұрдәулетке 9. Тағы да? Әнел, өз бетіме жаңа жұптасып тапсырма орындады ғой, топтық жұмыста. Қалай, топтық жұмыста жақсы орындаған? 8. Сонымен бірінші топтан Анелге 8 балл, Нұрдәулетке неше балл қойдық? Нұрдәулетке 9 балл, Аидаға 8 балл. Екінші топта Жұлдыз тобыңды бағалай қой. Тілекшіге 10 балл. Ерғанатқа топтық жұмыста жақсы есепті 9 балл. Ерғанатқа 9 балл, тілекшіге 10 балл қойдық. Жақсы. Тағы Аяру жақсы. Топтық жұмыста жақсы көрсетті ма, өздерін сабаққа жақсы араласты. Жақсы. Аяру тобындағы барлық оқушыларға 9 балл қойдым дейді. Балалар жақсы. Олай болатын болса, үй неге тапсырма жазып алайық.
формасын